Сәлеметсіңдер ме балалар? Қайырлы күн. Көңіл күйлерің жақсы ма? Қыстың жақын қалғанын жапырақтар білгендей, желмен ұшып барады, жерге қонып үлгермей. Өлеңде не туралы айтылған деп ойлайсыңдар? Дұрыс, күз, жапырақтар туралы. Өлең жолындағы қыстың жақын қалғанын жапырақтар білгендей деген жолды қалай түсінесіңдер? Қыстың жақындап қалғанын адамдар, жануарлар ғана емес, жапырақтар да біледі екен. Олар жылдам ағаштан үзіліп, желмен бірге ұшып, жерге қонады екен. Күздің табиғаты өте әсем, ерекше, өйткені талдардың барлығы сары жапырақтарға толы болып, жерде де сары жапырақ болып, айналаның барлығы сап-сары күйге бөленеді екен. Сондықтан күзді алтын күз деп айтады екен. Қане барлығымыз көзімізді жұмып, көз алдымызға күзгі табиғатты елестетейікші. Күзгі табиғат аясында серуендеп жүргенде бір дыбыс естілді. Ой, ненің дыбысы деп ойлайсыңдар? Әрине, құстардың дыбысы ғой, ә? Тағы серуендеп келе жатып, тағы да бір дыбыстар естідік. Ой, бұл қоңыздар, шыбындардың ызыңы, иә, балалар? Ал мына дауыс ше? Ол қасқырдың, аюдың дауыстары сияқты, иә? Сонда қалай ойлайсыңдар? Құстың дауысы мен қасқырдың дауысын салыстырып көрейікші. Дұрыс, балалар, құстың дауысы жіңішке естіледі, ал қасқырдың, аюдың дауыстары жуан естіледі екен, иә, балалар? Енді бір ойын ойнап көрейік. Мына жерде бізге дауыс шығаратын затты көрсетіп берші. Дауысы шығатын. Дұрыс. Мәшине. Сосын торғай. Құстардың да дауысы шығады, иә? Ал енді дауыс шығармайтын заттарды көрсетші. Гүл. Дұрыс. Балық. Олар тірі табиғатқа жатқанмен, олар біз еститіндей дыбыс шығармайды екен. Жарайсыңдар. Сонымен, балалар, біз айналамыздағы дыбыстарды естиді екенбіз, және оны айтады екенбіз. Енді, балалар, дыбыс шығармайтын жаңағы балықтың денесін, түзу сызықтарды жоғарыдан төмен қарай түзу етіп толтырып шығайық. Бұл тапсырманы сендер үйде орындайсыңдар, иә, балалар? Қош, сау болыңдар.